Сәлем достар, бүгін бізде 19 декабрь 2025 жылы алтынға анализ жасайық. Қазір көріп тұрғандарыңыздай бізде күндік графикті қарайтын болсаңыздар, кеше баға мынау rejection блоктан құлаған болатын. Бұны енді біреу rejection блок деп айтады, біреу бұны SNR деп айтады, біреу манипуляция болған дейді, әркім әртүрлі айтады. Осы rejection блокқа келді, 50% толтырды баға құлады. Бізде максимальный ең исторический хай, АТХ дейді ғой, all time high 4381.5-те тұр. Баға бұны қашан жаңартады белгісіз, но осы жақында жаңартып қалуы мүмкін бұны. Осы апта немесе уже келесі апта дегендей. Бірақ баға менің өзімнің ойымша, баға SNR зонаға келіп тест жасады ғой. Тем более fresh SNR ғой мынау манипуляциялық. Енді баға бір құлауы керек деп ойлап отырмын. Күндік таймфрейммен қарайтын болсақ, бізде мына жерде ближайший ликвидность мына жерде тұр. И ближайший біздегі потенциальный имбалансымыз, үлкен таймфреймде осы жерде тұр. Баға осы ликвидностьті шешіп, және мына ликвидностьті шешіп, осы имбалансқа келіп, осы жерден тест жасап, потом АТХ-ны обновление жасауы мүмкін. Потому что қарасаңыздар, мына жерде үлкен таймфреймде всегда баға имбаланстарды уважить етеді. Көрдіңіздер ма? Имбаланстардың барлығын уважить етіп кетеді. Мына қараңыздаршы. Маңғараңыздар. Всегда имбаланстар тест жасап кетеді. Күндік таймфреймде. И осындай менде ой бар. Келесі апта біз құлап, баған 4251, может 50 келіп, потом жаңартуымыз мүмкін. Или не істеуі мүмкін? Баға мұнаны жаңартады бірінші, АТХ-ны. Жаңартып барып, құлап, осы жерден келіп дальше кетуі мүмкін. Бұл менің болжамым енді, бұл андай нақты факт деген сөз емес. Үлкен таймфреймде. Вот, тем более ана фитилдің жабылғанын қараңыздаршы, баға қалай жабылды? Күндік фитиль, күндік свеча, зон фитиль қалдырды да өсіп жабылды. Тем более мына жердегі қаншама ликвидностьтарды шешіп кетті, мына жерде. Қараңыздар. Вот. И как минимум, мынау тұрған күндік свечаның фитилінің 50% көріп тұрсыздар ғой, мынау 4357 деп тұр ғой. Баға осы жерде келіп, осы жерден разворот алып құлауы мүмкін, немесе осы жерден құлауы мүмкін, разворот алып. Вот. Бұл енді более андай перспектива, үлкен сделкаларды ұстағымыз келсе қараймыз. Swing trade сияқты, бір күннен асып. Ал қазір біз енді не деп отырмыз? Біз аны алып тастайық. Мынау бізге керек емес. Біз day trader болғандықтан, қазір біз өзіміздің қысқа нелеріміз қарайық, зоналарымыз қарайық, sell, buy зоналарды. Қарасаңыздар, кеше баға мынау құлады. Құлағаннан кейін баға импульспен құлады, откат берді, тағы да импульспен құлады да, мына жерде бізде не зона жасасады етіп кетті. Бос қалыптастырды да, и мына жерде 15 минут таймфреймде жақсы продолжение зона қалыптастырып кетті. Продолжение зона деп аталады. Но продолжение зона. Тем более алдында имбаланс пайда болған. Дұрыс па? Имбаланс пайда болған, значит, мына жердегі біздің зонамыз продолжение зона болады. Откат и импульс. 15 минут таймфреймде мен мынаны белгілеп алдым. Накопление болған, мына жерде накопление болғанда, пах, короче, ағып кетті. Енді мен ойлап отқаным, баға осы зонаға қазір келетін болса, міне 32-ден басталып тұр, 32, 41. Осы зонаға келетін болса, осы зонадан бізге ТВХ беретін болса, біз осы жерден бір қарасақ болады, шортқа қарай. Егер ТВХ берсе, как минимум 3 минуттық таймфреймде ТВХ беру керек. ТВХ сабағын мен жіберген болатын. Ал бағада цель бар, қараңыздаршы, бағада қаншама цель бар, баға астыңғы ликвидностьтармен жұмыс жасамай, астыңғы ликвидностьтардың барлығын қалдырып кетіп жатыр. Ужинға немесе обедке қалдырып жатыр барлығын. Көрдіңіздер ме? Даже мына жерде PDL тұр, но PDL-ді алынбаған. Вот. Мына жақта астында цельдер бар бізде. Но осы приложение sell зонасынан баға қай зонаға келу керек? Біздің потенциальный ең нормальный зонамыз бұл мынау болып тұр. Мына зона болып тұр негізі. Көптің белеп қосыла. Мына зона болып тұр. Бұл бір сағаттық біздің спрос зонамыз болып тұр. Бұл спрос зонамыз біз корректировка жасап болады. Аламыз да имбаланс тұр, мына жерде. Фреш имбаланс тұр. Сол фреш имбаланстың көлеміне қоямыз да, осы жерде үстіп қалдырып қойсақ болады. Мынау как раз соның алдында тұрған индусмент. Баға осы жақтан құлап, осы жерге дейін келуі мүмкін деген сөз. Потенциально мен көріп тұрған бай зона осы day trade үшін, бір сағат таймфреймде. А мынау 15 минут таймфреймдегі sell зона. Мынау buy зона. Баға
мына с зонаға келіп кетсе зор болады, по идее мына зонаға келіп кетсе. Егер келмей құласа, құлау мүмкін ба? Егер мынаған келмей құлау да мүмкін, потому что мына жерде бізде 1 сағат имбаланс көрдіңіздер ма? Осы 1 сағат имбаланс маған құлатып жіберуі мүмкін астына қарай, мына зонамызға жақындатпай ше. Көрдіңіздер ма? Қазір мына жерде міне уже бастап келе жатыр, уже жайлап міне. Осы жер маған кішкене андай болып тұр, затруднение дейді ғой, сәл. Өйткені мен қалап отырмын, мына жерге келсе мен кірем деп отырмын да. Бірақ мына жерден құлап кетуі де мүмкін, әбден мүмкін. Енді көрейік та қазір қалай болатынын. Қазір көреміз, егер мынадан жабылса уже былай қарай, тогда уже болды, астары кетеді уже. Осыдан жабылса, 21:65-тен жабылса кетеді астары. Теломен жабылса да, 15 минут таймфреймде жабылса, деп, тогда уже, да, дальше уже шартим ғой. Все.